Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге қышқыл тәтті соуста дайындалатын тауық қанаттарын рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Арнаға тіркеліп, комментариялар жазып кетіңіздер. Ал ендеше жасауға кірісейік. Ең бірінші тауық қанаттарын дайындап аламыз. Керек емес ұш жағын кесіп тастап, қанаттарды екіге бөлеміз. Барлығын осылай кесіп дайындаймыз. Тауық қанаттарын ыдысқа салып, дәмдеуіштер қоса бастаймыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш, тәтті паприка және ұн қосып, жақсылап барлық дәмдеуіштер қосылғанша араластырамыз. Енді дайын болған қанатшаларды табаға саламыз. Тауық қанатшалары табаға жабысып қалмау үшін мен осылай астына пергамент қағазын төседім. Осылай барлық қанатшаларды табаға салып шығамыз. Енді қызып тұрған пеште 180 градусқа 25-30 минутқа салып пісіреміз. 30 минут өтті. Енді тауық қанатшаларын екінші бетіне аударып, тағы да 25-30 минутқа пешке саламыз. Біздің қанатшаларымыз дайын болды. Енді табаны плитаға қойып, орташа отта қыздырамыз. Қызып тұрған табамызға сары май, кетчуп, соя соусын, лимон шырынын, сарымсақ және бал қосып, жақсылап араластырамыз. Біздің қышқыл тәтті соусымыз дайын. Енді табамызға тауық қанатшаларын салып, 2-3 минуттай баяу отта араластырамыз. Осы соус рецепті 1 кг тауық қанаттарына жетеді. Табамызды оттан алып, қанатшаларды ыдысқа саламыз. Өз қалауыңыз бойынша бетіне кунжут сепсеңіз болады. Міне біздің қышқыл тәтті соуста дайындалған тауық қанатшаларымыз дайын болды. Жасалуы өте оңай, әрі дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Дилара.